мектеп алды дайындық тобының мұғалімі Өтемісова Мөлдір Нұралықызы және Алимова Ғалия Смайловна. Біз мектеп алды дайындық тобында 10 жылдан бері еңбек етіп келе жатырмыз. Ең бізді басты мәселеміздің бірі математикадан оқушылар өте қатты қиналады. Сол себепті біз математика сабағында дидактикалық ойындарды пайдалану арқылы оқушылардың ой өрісін дамыту деп алдық тақырыбымызды. Жалпы бізге пікір білдірген Қорқыт Ата университеті, яғни Қызылорда қаласындағы Қорқыт Ата университетін бәрі білеміз. Сондағы PhD докторы Омаров мырза бізге оң пікірін білдірді. Сіздерге де ұнап, сабақтарыңызда қолданам десеңіздер, кітапханаға арнайы өзіміздің нұсқаулығымызды береміз, сабақтарыңызға ұнаса қолданады деп үміттенеміз. Жалпы сабағымызды бастамас бұрын дидактика сөзінің мағынасына терең үңілсек, дидактика дегеніміз жалпы оқушыларға білім беру, ойнату, жинақтау, тәрбие арқылы сабақтарын ендіру деген мағынаны білдіреді. Грек тілінен аударғанда дидактиканың Каменский атақты педагог-психологтың Каменскийдің ұлы дидактика деген кітабы бар. Сол кітаптарға сүйене отырып өзімізде шығардық. Қазіргі қарасаңыздар, әлеуметтік мәселелерде ең бірінші оқушылардың сабаққа ешқайсысы мектеп алды дайындық тобына балабақшаға барғанның өзінде де балалардың көбісі дайын келмейді. Көбінесе балалар қазіргі технологиялық замандарда балалардың тек телефонмен отқаннан кейін олардың математика деген мүлдем қабілеті жоқ деп айтсақ болады. Оларға жасын қанша десек, тек екі аналардың үйреткен әпкелердің саусақтарын ғана көрсетеді. Біз қазіргі әлеуметтік жеткіншек ұрпақ тәрбиесіне қатысты мәселелерді ағарту саласында бірінші орынға математиканы шығады. Әріптен бұрын қазір математиканы шығаруымыз керек. Математика деген адамның өмірінде елеулі орны зор. Жай ғана санның өзі, сағаттың өзі жай ғана сандардан тұратын болғандықтан терең қолға алсақ деп ойлаймын. Әсіресе баланың әлеуметтік бейімделуі, ересектермен, өз қатарластарымен қарым-қатынасты тиімді жасауы педагогикалық психология теория мен практика үшін аса мәнді. Жаңа айтып кеткеніміздей, дидактиканың адам өмірінде маңызы зор. 5 жастағы баланың ойы сабаққа келгенде тоқтап қалмайды. Бізде айтады ғой, мына баланың қиялы өте мықты екен, ұшқыр екен, дамып тұр екен деп, соны ары қарай жетілдіру біздің басты мақсатымыз. Өйткені ата-ана бізден талап етеді, балам не үйренді апай, бірді жаза алмайтын, бір деп айтқан бала, бір деп, екі деп айта алады да, бірақ қалай жазу керек екенін білмей келеді. Дұрыс па? Бастауыштар апайлардың барлығы біледі. Енді дидактикалық ойындарға тоқтала кетейін. Жалпы сөздік дидактикалық ойындар бар, рөлді сюжетті ойындар бар, драмалық ойындар бар, творчестволық ойындар бар, әдеби музыкалық ойындар бар. Осылардың ішіндегі дидактикалық ойынның маңызы зор. Именно нақты математикаға қатысын айта өтсек, ойынды басқара жүріп, оқушылар өзінің жеке басының ерекшелігіне, олардың шапшаңдығына, сезіміне, ерек жігеріне, мінезіне ықпал жасайды. Ойында ақыл-ой, адамгершілік, эстетикалық және дене тәрбиесі мақсаттары үшін пайдаланады. Ойын процесінде балалардың білімі мен ұғымы айқындалып тереңге түсінеді. Ойында қайсы бір рөлді орындау үшін бала өзінің түсінігін ойын әрекетіне көшіруге тиіс. Мысалға, біз жай ғана алдымызға бір математика сабағын 25 минут өтеміз де, біз балаға жай ғана болды, бүгін мына бір саны болды, бірге бір, екі қоссақ екі болады деп өйтіп айта алмаймыз, баланың есінде қалмайды. Біз баланың миына шабуыл жасай отырып, оның сабақ біткенше қызықтырып, бала үйіне айтып баратында екі санын аққуға ұқсап жазылатынын, екі санын балалар қатарға тұрғанда да бірінші және екінші деген өзінің екінші тұратын, екіден кейін үш саны болатын біз ұқтыруымыз керек. Мысалы қарайтын болсақ, бізде былай дәл осы сәтте біз 15 деген санын өтіп жатырмызды. Менің түсінгенім, бала 10-нан ағарап уже күрделі не қылады. Апай 11 қалай жазылады, апай 12 қалай жазылады дейді. 1 және 2 десең, апай ол 1-ге 2-ні қоссаң 3 болып кетеді ғой деп түсінбейді. Соған мен айтып жатырмын, 1-ден 10-ға дейін балаларға бұрынғы келе жатқан әдіс есеп шығып